Қоңырау сыңғырла асыға, үн қосқан қиялдан асуға, сылдырла, сыңғырла тағыда, аңсаймыз үніңді сағына. Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі 25 мамыр сылдырла, сыңғырла, қоңырау атты сынып сағатымызды бастаймыз. Қымбатты жас түлек, жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері араласқан осынау сәтте, шәкірттік сәттің соңғы өмір жолының алғашқы қадамында тұрған менің оқушыларым. Бүгін сендер үшін ерекше күн. Мектеп табалдырығында өткізген 11 жылда сен үшін күміс қоңырау 20 мыңнан аса рет соғылды. Оны қолыңа қызыл арай гүл алып, алғаш мектеп табалдырығын аттағанда естідің. Есіңде ме? Ал бүгінгі қоңырау үні мүлде ерекше. Ол саған Алтын-Ұя мектебің соғатын ең соңғы қоңырау. Ол жүрегіңді дір еткізер, жан дүниеңе әсер етер әсем саз. Балалық шақтан өмірдің бір келесі белесіне, жастық пен думан ізденіс белесіне асыратын қоңырау. Сендерді бүгінгі осынау қимастыққа толы мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймыз. Біздің болашағымыз сендерсіңдер. Өмірлік бағыттарыңды дұрыс таңдап, болашаққа нық қадам басыңдар. Ата-аналарыңның үмітін ақтап, адам деген атқа лайық болып, адамгершілік пен адалдықтың туын биік ұстаңдар. Мен сендерге мектептің, ұстаздардың, ата-аналардың сенімін ақтайды деп сенемін. Сіздерме құрметті мектеп түлектері, ардақты ата-аналар. Бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау салтанатты мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті мектеп түлектері, 11 жыл бойы білім алып, бүгінгі күні үлкен өмірге қадам басқа отырсыңдар. Қадамдарың сәтті болсын. Өмірдің биік шыңдарынан көрдіңдер. Мектептің, ауылдың, елдің намысын, туын биік ұстаңдар. Құрметті жас түлек, сіздерге сәт сапар.